Ассаламу алейкум, hürmetli брифинг қатынасушылары. Қарақалпақстан Республикасында бағышшылық һәм жүзімгершілік тармақтарын рауажландыру, халықты сапалы азық-ауқат өнімдерімен тәмінлеу һәм экспорт потенциалын арттыру бойынша бірқатар жұмыстар әмелге асырылмақта. Бүгінгі күнде Қарақалпақстандағы барлық түрдегі қожалықтарда жәмі 7260 гектар мейвелі бағлар һәмде 1523 гектар жүзімзарлар бар. Соннан 5841 гектар хасылы бағлар һәмде 1250 гектар хасылы жүзімзарларды құрайды. Осы жылдың хасылы бақ жүзімзарлардан 84.000 тонна мейве һәм 17100 тонна жүзім өнімдерін жетістіру прогноз етілмекте. Бұл көрсеткіштер өткен жылға қарағанда 105%-лік өсуді тәмінлеуін күтілмекте. Бағышшылық һәм жүзімгершілік майданларын және де кеңейту мақсатында 2026 жылы фермер һәм ауыл қожалығы карханалары тарапынан 1,5 мың гектар майданда интенсив мейвелі бақ һәм жүзімзарлар жарату режелестірілген. Бұл бойынша бәһәргі маусымде 851 гектар майданда мейвелі бақ һәмде 103 гектарда жүзімзарлар жаратылды. Атап айтқанда, Төрткүл районында 87 гектар, Бирони 73 гектар, Елік қала 76 гектар, Амудария 112 гектар, Тақатас 23 гектар, Қожелі 44 гектар, Шоманай 40 гектар, Қарлыкөл 19 гектар, Қоңырат 29 гектар, Кегейлі 119 гектар, Бозатау 67 гектар, Шымбай 38 гектар, Қараөзек 59 гектар, Тақтакөпір 28 гектар, һәмде Нөксі районларында 133 гектар майданларда бақ һәм жүзімзарлар жаратылды. Сондай-ақ тармақта ірі инвестициялық жобалар да әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 27 январдағы 10 санлы фарманына муафық Кегейлі районында Адем Агро жауапкершілігі шектелген жамиетіне ұлыма бағасы 3,6 миллион ақш доллары құрайтығын заманауи санатласқан бағларды жарату жойбары үшін жер майданлары ажыратылды. Бұл жойбар шеңберінде Сербиядан Карелінің Стенли сортлы нәлілері алып келініп, бүгінгі күнде 66 гектар майданда тамшылатып суғару системасы тикарында егу жұмыстары әмелге асырылды. Бұнан тысқары Нөксі районының Тақыркөл апыжы аймағында Агроэкспорт Гроуп жауапкершілігі шектелген жамиет тарапынан 65 гектар һәм Бозатау районының Құсқанатау апыжы аймағында жайласқан Мойнақ келешегі бұнияткарлары жауапкершілігі шектелген жамиет тарапынан 50 гектар майданларда заманауи мейвелі бағлар шөлкемлестірілді. Әмелдегі бақ һәм жүзімзарлардан нәтижелігін арттыру, өнім жетістіру, көбейту мақсатында осы жылдың бәһәргі маусымында 263 гектар жарамсыз бағлар һәмде 98 гектар жүзімзарлар реконструкция жұмыстары алып барылды. Ұлыма алғанда Қарақалпақстан Республикасы бақшылық һәм жүзімгершілік тарауын рауажландыру, заманауи интенсив бағларды көбейту, суды үнемдейтін технологияларды кеңінен енгізу һәм экспорттап өнімдерін жетістіру көлемін арттыру бойынша белгіленген вазифалар ізбез әмелге асырылмақта. Итибарларыңыз үшін рахмет.